Сәлем қыздар, мен тоқыма әлеміме қош келдіңіздер. Қазір бүгін беретканы бастаймыз. Бисмиллах деп. Ализа бөбебес жібім дайын. Енді мынау матогымыз бит айналып, домаланып жүрмес үшін білетін шығарсыздар, білмесеңіздер көріңіздер. Мына нені жіпті ішінен алу керекпін. Мен ішінен тартып алдым. Мына енді осының ұшын тауып алам. Сонда мен матогым қимылдамай тұрады. Мына жіп бүйтіп алына береді. Көріңіздер ғой, ештеңе домаланбайды. Енді бірінші бастаймыз. Мен сіздерге осы береткаға шолуда айтқанмын, 77 ілмектен бастаймыз деп. Және басын, мынау баланың басын қыспас үшін мен 2 сыммен тоқимын ғой, сол 2 сымның 3-ші номерлі сымын алам. Сөйтіп бұлай 77, кәдімгі классикалық әдіспен білетін шығарсыздар, я білмесеңіздер, жаңадан тоқитын қыздар, мына бас бармаққа ілеміз, сұқ саусаққа ілеміз. Мына нені сымды астынан өткізіп аламыз да, бұлай тартып тұрып, енді мына солдан, соңынан деймін, солдан оңға бұлай астынан үстіне қарай ілеміз. Одан кейін мынаны үстінен астына қарай бұлай іліп аламыз. Мына 2 ілмек. Енді бұлай жасай береміз. Мен әдетте, менен бұрыннан осылай үйренгем, бастаған кезде, ілмектер терген кезде 2 сымды бірге алам. 1 ілмекке емес, 2 ілмекке терем. Осылай 77 ілмекті теріп алыңыздар. Ал мұны беретканың маңдайшасын тоқып болдық. Мына жерде бізде 10 қатар болды. 10 қатарымыз біздің көре салайық 2,5 сантиметр болды. 2,5 сантиметр. Енді біз маңдайшасын тоқып болған соң, мынау негізгі өрнекті жапырақтарымызды тоқуға көшеміз. Енді бостау, мынау алдында айтылған 3 миллиметрлік бізді аламыз. Соған көшеміз, ауыстырамыз. Енді мен осы беретканың шолуында айтып шыққам, жапырақтарды қалай шығаратын. Енді соны тоқып көрсетейін. Бұл жерде біз бірінші ілмекті іліп алдық. Осы бірінші жиектегі ілмекпен қосқанда 5 болады. Мына 5-еуін алдық. Енді бір орам, кәдімгідей орам, қарапайым. Бір оң, бір орам. Және жапырақтардың арасында міндетті түрде 10 ілмек болады. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. 10 ілмекті алған соң тағы да орам, бір оң, орам. Мына, енді ары қарай тек қана бірыңғай оңғып, осы беретканың соңына солай жасаймыз. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, бір орам, бір оң ілмек, бір орам. Осылай соңына дейін қатардың соңына тоқып кете беріңіздер. Қатардың соңына келдік. Соңғы жапырақты шығарамыз. Қараңыздар, мына жерде бізде 6 ілмек қалды. Орам, бір оң, орам. Және мына жиектегі ілмекпен қосқанда 5 ілмек болды. Мен алдында видеоларда айтқам, негізі мына соңғы ілмекті теріс етіп тоқиды барлық тоқымашылар. Бірақ менде бой без правил деген сияқты ережесіз тоқуды қолданам кейде. Мен оң етіп тоқимын. Білмеймін, мен ешқандай одан қатты айырмашылық көріп тұрған жоқпын. Мен қолым соған үйренген. Сіздер теріс болса теріс қып тоқыңыздар соңғысын. Енді мынау келесі теріс қатарды көрсетіп кетейін. Мына іліп алдық кәдімгідей. 1, 2, 3, 4, 5, мына 5 ілмекті тоқып алдық. Енді бағана алынған орамды теріс қып тоқимыз. Өйткені мына оң бетіне оң етіп түсу керек. Мына бетіне оң етіп түседі бұлар. Бұл жапырақтың басы. Енді осылай қатардың соңына дейін тағы тоқып кетеміз. Қазір тағы бір қатарды көрсетемін. Және осы жапырақты әрі қарай өздеріңіз
үлкейтіп алып кете бересіздер. Болды. Мынау ортадағы бір оң мен екі орамды теріс етіп тоқимыз. Қатарын соңына дейін тоқып кетіңіздер. Ал мынау жапырақтың бірінші, екінші қатарын тоқып алдық. Енді үшінші қатарын. Мен қазір осы үшінші қатарды көрсетем. Ары қарай қыздар осы жапырақтың мынау несіне дейін өздеріңіз тоқыңыздар. Видеоны ұзартудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Осылай тағы бір рет көрсетіп кетейін қосуда. Болды. Мынау қосуларыңыз оңға жеткенше осылай үлкейтіп кете бересіздер тоқып. Оң жағында жапырақ, сол жағында мынау оң боп тоқылады, орамалды тоқу, және жапырақты теріс етіп тоқисыз. Теріс жағынан, оң жағынан осылай кете береді. Бір рет көрсетейін, егерде жаңадан тоқуды жаңа үйреніп жүрген қыздар болған болса, мына бізде мынау 5 бола береді, ортада 10 орамалды тоқу. Енді қараңыздар, мына жердегі бағанағы орамнан үш жерден теріс жағына теріс қылып алдық, мына жаққа оң болып түсті. Енді оны оң қылып тоқимыз, және мына ортадағы ілмектің екі жанынан жасаймыз орамды. Тек қана осы ортадағы ілмектің екі жанынан. Болды. Тіке алып кете бересіздер мына жапырақты. Осылай қосуларыңыз оңға жеткенше мына орамдарыңыз мына жапырақтың оңға дейін. Болмаса сәл кішірек қылам десеңіздер, 9 етсеңіз де болады. Енді өздеріңіз көріңіздер, сіздерге қалай ыңғайлы. Болды, енді ары қарай өздеріңіз тоқи беріңіздер. Бұл жерде артық сіздерге көрсететін ештеңе жоқ деп ойлаймын. Жапырақты қысқартуға дейін келгенше өзіміз тоқимыз. Ал қыздар, мынау жапырағымызды толтырып болдық, өсіріп. Мына жерде біз 10 рет көбейту жасадық. Енді қысқартамыз бұл жерде. Мына жағында 10, оң жағында, сол жағында 10, ортасында бір ілмек. Жапырағымызда 21 ілмек бар. Енді қысқартамыз. Кәдімгідей қарапайым түрмен. Мынау оң жағынан, оң жақтан сол жаққа қарай кіргізіп, екі ілмектен бір ілмек аламыз. Ох, жым. Мына. Ал сол жақтан, жапырақтың сол жақ бетінен, сол жақтан оң жаққа қарай аламыз. Мен бір нәрсені сіздерге жаңадан түсіндірем деп кішкене немді тарқатып алдым. Қараңыздар, мін. Енді мынаны бұлай сол жақтан оң жаққа қарай. Егерде бұлай істесеңіз, жапырағыңыз дұрыс болмай қалады, екі шеті бірдей болмай қалады. Ал егер сол жақтан оң жаққа қарай кіргізіп қысқартсаңыз, мына осылай қысқарту болады. Енді теріс жақта кәдімгідей тоқимыз. Осының алдында түсіндіргендей, әрбір оң қатарда қысқартып отырамыз. Және мына жапырағыңызда ұшақ ілмек қалғанша өздеріңіз өздіктеріңізбен қысқарта беріңіздер. Сол жерге келгенде тағы да ораламын. Ал мына қалаған әдісіңізбен жауып алдыңыздар. Негізі береткаңыздағы жапырақтарды, қалаған әдістеріңізбен жауып алдыңыздар. Енді бізде төбесін қысқарту басталады. Мен қазір тағы да сіздерге басын ғана көрсетем. Қалғанын өздеріңіз жауып шығасыздар, видеоны ұзарта бермес үшін. Мұнсыз да ұзақтау болып жатыр. Мына қараңыздар. Мына жапырақтың жабылған жеріне келдік. Мынау алдыңғы қатарда жапқан жапырағымыз теріс жағынан оң қылып тоқасын, мына жаққа теріс болып түсті. Енді не істейміз? Егер мына жақты сіздер былай сызық қылып жасағыңыз келсе, былай сызық қылып, онда бүйтесіздер. Мынаны ар жақтан теріс жағынан теріс қылып тоқисыз да, мына жақтан былай сіздер оң болып не шығады, сызық шығады. Егер де солай қаласаңыздар, былай болады да, сіздерге көрсетейін. Бір қызық болатын сияқты. Мен олай жасап көрген жоқпын. Дәл қазір ойыма келді солай жасауға болады екен ғой деп. Енді қараңыздар, мынау 3 ілмектен біз бір ілмекті шығаруымыз керек. Енді бұл жерде әрине бағанағы әдісті қолданамыз. Мынаны былай
біз мына екеуінің орнын ауыстыруымыз керек, е. Екінші мен үшінші ілмектің орнын ауыстырамыз. Бұлай қайтадан сол жақтағы бізге іліп аламыз. Енді мына бірінші түсіріп алған ілмегімізді қайтарамыз. Және мына үшеуін бірге жасаймыз. Үш ілмектен бір ілмек шығарамыз. Қараңыздар, не шықты. Егер де осылай жасасаңыз, бұлай қарай сызық болып түседі. Енді мен бұлай жасамай қойын. Әрине шығармашыл, егер сіз шығармашыл адам болсаңыз, сізге барлығын бірдей етіп жасаған ұнамайды. Сондықтан сіз әр бірдей затты әр тоққан кезде әр түрлі етіп тоқыңыз келеді. Осы нұсқаны да қолданып көрсеңіз болады. Мен мына жақты теріс етіп жасай берейін. Енді мына үшеуінен біреу шығарамыз, кәдімгі қарапайым жолмен-ақ мына үшеуінің оң жақтан сол жаққа қарай өткіздім, іліп алдым, болды. Осылай мен енді әр оң қатарда қысқарту жасаймын. Оң қатарда сол жағынан бір ыңғай оң етіп, яғни бұл жерде бізде орамалы тоқы ғой. Сондықтан мына ортадағы ілмегіміз, мына екі шетіндегі осы үшеуінен біреу шығарамыз. Осылай әрбір оң қатарда, мен шолуды айтып кеткем, әрбір оң қатарда қысқартамыз. Үш ілмектен бір ілмекті шығарамыз. Сөйтіп, ең соңында сіздің мынау бізіңізде 7 ілмек қалады, әрқайсынан бір-біреуден. Сол кезде инемен өткізіп ілмектердің арасынан тартып жабасыз. Сол жерге дейін өздеріңіз өздіктеріңізден тоқыңыздар. Мына береткамыз тоқып болдық. Енді менің мынау сымымда 7 ғана ілмек қалды. Осы 7 ілмекті енді қосып тігуіміз керек. Мұны мен қысқарттым, соңғы қысқартуды жасадым. Енді осыны қосып тігемін. Мұны кәдімгідей қарапайым. Енді мен бұл видеоны түсінесіздер, жаңадан үйреніп жүрген қыздарға ғана арнаймын, қалған шеберлердің бәрі біледі өздері. Ол мынаны қостық, осылай тартамыз. Болды, мына төбесі тартылды. Енді мынау айналдыра емес, тігілетін болған соң, мына жағынан тігеміз. Мынау біздің жиектегі ілмектер бар ғой, кромочный дейді орысша. Сол жиектегі ілмектерден тігеммен балаларға арналған киімдерді аса бұлай мына жағы бүйтіп томпайып шығып тұрмас үшін мынау өрім болып тұрады ғой, мына шеткі ілмектеріміз, сол өрімнің мына іш жағындағы ілмегіне алып ілеммен. Тағы да айтып қойын, мен тек өзімнің тәжірибемді түсіндірем, айтам сіздерге. Мүмкін басқа бір ережелер бойынша басқаша жасалатын шығар, мен осылай жасаймын. Кәдімгідей осылай өткізіп, тағы да мына екіншісінен өткізем. Енді қараңыздар, мен мынадан былай қарай, жоғарыдан былай қарай бара жатырмын, ал менің мына жағымда да жіп қалдырғам, басын бастаған кезде. Мынаны қоя тұрып, осы жағын бас жағын қалай жасаймыз. Мына жеріміз біздің тегіс болу керек. Бір жері биік, бір жері не ғой, бұл артта тұрады. Артында тұрады. Осы жерде де мына осыны тауып аламын өрімді. Мына жақтан түбінен өткізем, өткені. Егер де осы жерде қате кетсеңіз, мына жер қисық болып қалады. Үстінен, астынан, әйтеуір тегіс етіп алу үшін мына былай қарай тағы бір өткізем.
Так, енді мына жақтан көріп алайық. Қалай болып тұр? Бірдей болып тұр ма? Екеуі бірдей болу керек. Мына екі жағын бірдей қылып алғасын. Так, мына нелерге қарайық, жолақтарымызға. Екеуі бірдей болып тұру керек. Енді былай қарай жалғастырып кете береміз. Екі реттен өткіземін мен, бір емес. Өйткені бір-ақ реттен өткізсек тесік болады. Бұл жерде енді трикотажный шов дегендерді қолдануға болады әрине, бірақ трикотажный шовпен тіккен кезде білмейтіндер, білетіндер бар шығар. Шов тігіс шығып тұрады, о балаға ыңғайсыз, баланың басына батуы мүмкін. Сондықтан мен осындай тігісті қолданамын. Осылай қосылғанша тіге береміз. Екеуі. Кейін әрине осы жерге дейін тігеміз. Және не қыламыз? Өткізіп, былай ұштарын жасырамыз, Міне. Осындай бізде беретка пайда болды. Енді тек мына жер төбесіне помпон жасау керек болды. Егер помпон жасағыңыз келмесе, жай ғана бір немен, ілгекпен шишечка тоқып қойсаңыз болады, гүл тоқып қойсаңыз болады, өзіңіз білесіз. Бірақ бұның өзінің несінде, моделінде помпон болады. Ол помпонға ақ түсімен осы мына персик түсін қолданамыз. Енді помпон келесі видеода.